Бүгін қызыма документ турлап жүрген болатынбыз. Сабаққа барғанның өзі қазір универге барғанмен бірдей болған екен ғой. Документ деген толып отыр, соның бәрін турлау керек. Қызым 1-ші сыныпқа барады. Документ турлап жүрсем, үйге қонақ келе жатыр дегеннен кейін сразу үйге қайтып келдім. Үйге келе сала дастарханның барлығын дайындап жатырмын. Негізінде бүгін менде план көп болған. Салонға барам деп өзінше болып шыққан болатынмын. Бірақ план 180 градусқа өзгерді. Қайтарда осылай магазинге кіріп шықтым. Помидор, огурцы, фарш, бұрыш алған болатынмын. Сосын сразу тамаққа кірістім. Бүгін бізде осындай сорпа. Ең оңай тамақ осы болып шықты қазірше. Әрі жеңіл, әрі оңай, әрі тез. Тамақты тезірек дайындап сорпасын қайнатып қойдым. Соның арасында үйге қонақтар келді. Оларға шайларын беріп, арасында қауын жеп алдық. Тамағым да дайын болып қалды. Тамақ шайларын беріп, қонақтарды шығарып салып, кешкі тамаққа кірістім. Кешкі тамаққа бізде маш. Негізі бүгін әбден демалам деп ойлағам, қайдағы жұмыстарым көбейіп кетті. Осы аптаның соңында бізде той болған. Бұл той бізде төркінде. Сол үшін жақсылап тұрып дайындалу керек. Тамағымды дайындап, бала шағамның аяқ киімдерін жуып, арасында осылай үйді жинап алдым. Үй жинамағалы бақандай 3 күн болды. 3 күннен бері қызымның документімен жүрмін. Бүгін жақсылап тұрып үйімді жинап алдым. Әрі қонақ күтіп алдым. Ал енді ертеңгі план өзгерді. Ертең жақсылап тұрып өзімізге қарайтын боламыз. Салонға, базарға бару деген сияқты.